Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында пеште пісірілетін өте дәмді, қып-қызыл болып шығатын тандыр нан пісіреміз. Менімен бірге қосылып жасасаңыздар болады. Бізге керек заттар: 300 грамм су, 50 миллиграмм сұйық май, 10 грамм тұз, 10 грамм ашытқы және 600 грамм ұн керек. Сонымен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Суымызды құямыз. Майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біртіндеп ұнымызды саламыз. Қамыр иленген кезде осындай жұмсақ болу керек. Қамырды жақсылап иледім. Енді 40 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоюым керек, жақсылап көтерілу үшін. Қамырым ашыды. Үшқа бөліп алдым. Мен тағы да 10 минутқа қойып қоям көтерілуге. Жауып. Лепешканың формасына келтіріп алғаннан кейін табама салып, бетіне күн жүрсем. Табадағы нанымызды 180 градуста 40 минутқа сабаламыз пешке. Духовкадағы тандыр наным пісті, қып-қызыл болып. Ұнаса тіркеліп лайк басыңыздар.